Қайырлы күн, қымбатты шеберлер. Сіздерге бүгін мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін Alize Baby 5 деген жіпті таныстырып кеткім келеді. Мына Instagram парақшамда сілтемесі төменде бар. Мен сіздерге үнемі осы Alize Baby 5 туралы айтып жүретінмін жаздың күні. Неге? Өткен жазды күні мен осы жіптен өте көп бұйымдар тоқыдым. Мынандай жиынтықтар, мынау қазір біреу тұр, екіншісін тоқу керек. Осындай әдемі жилеткалар, пинеткасы бар. Сонда береткасы, мен бұның береткасын әлі тоқыған жоқпыз, енді тоқимыз. Бұл жіптің кереметі неде? Біріншіден Alize фирмасының жіптері сапалы, көп біздің қазақтың тоқымашы қыз-келіншектері сол жіптен тоқиды. Біріншіден Alize фирмасы. Екіншіден Baby Best дейді. Baby деген бала білесіздер, Best деген жақсы, керемет деген мағынаны, лучший, ең жақсы деген мағынаны білдіреді. Үшіншіден бұл антипилинг. Антипилинг деген мына жерде жазылған, көрініп тұр ма? Антипилинг деген яғни түйіршіктелмейді деген сөз. Мен енді өзім киіп көрген жоқпын, тоқып жіберіп жатырмын. Сондықтан оны нәтижесін былай көрген жоқпын, бірақ кигізген, балаларына кигізген адамдардан естігенім өте керемет, сол қалпы тұр дейді, түсінде өңін де бермейді. Енді бұл жерде бұл жіптің құрамы қандай? Мына қараңыздар, өте жұмсақ. Мен ең бірінші ұстаған кезде мен кәдімгідей осы жіпті ұстағаннан ләззат алғам. Не деген жіп деп таң қалғам. Енді бұның құрамында 90% акрил. Акрил дегенді білесіздер. Оның ішінде полиакрил дегені сапалысы. Және 10% бамбук. Бамбук дегенді білетін шығарсыздар, бамбуктың талшығы. Ол мақтаға ұқсайды, бірақ кішкене жылтыры бар. Бұл өсімдік білесіздер, сондықтан денеге жағымды бұл жіп балаларға. Енді бұл қай кезде киетін киім шығады бұдан? Менің ойымша бұл жіптен тоқыған бұйымдарды балалар, егерде мысал үшін үйдің ішінде, ғимараттың ішінде киетін болса да, балабақшада, үйде киіп жүретін болса, қыстың күні үйге киюге болады. Және мына көктемде, күзде, жазда мысал үшін кешқұрын демалған кезде, кешке бір демалысқа шыққан кезде кигізуге болады бұл заттарды. Өйткені ыстықтатпайды, терлетпейді, және кішкене салқынға болады, жылу береді. Және өзі түрі де әдемі болады. Мына жерде әлі нелер гүлдер тігеміз, бұған әлі беретка тоқимыз. Мына екінші несін тоқимыз, пинеткасын. Сонымен әдемі жиынтық шығады. Бас киімге де болады. Одан кейін жилеткалар тоқуға болады. Басқа да пинеткалар, балаларға арналған кез келген киімді киюге болады. Бұның құрамында ешқандай жүн жоқ, ешқандай аллергия ештеңе бермейді. Керемет жұмсақ жіп. Егерде тоқымашы болсаңыз, осы жіптен тоқуды ұсынамын. Ал егерде балаларына осындай тоқыма бұйымдарын іздеп жүрген ата-ана болсаңыз, осы жіптен тоқылған бұйымдарды кигізуді ұсынамын. Қысқаша әзірше осы. Тағы да айтып кетерім. Жуған кезде машинкаға жуа бересіз, қолмен де жуа бересіз. Жуған кезде ешқандай да бұл жіптің көлемі өзгермейді. Егерде дұрыс тоқылған болса, созылмайды, тырысып, шуып кетпейді, сол қалпы қалады. Енді ол әрине тоқымашының тоқуына да байланысты. Егер бос болса, кез келген жіп созылып кетуі мүмкін. Қатты болса тырысып қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде ешқандай жұм болмағасын, сол қалпы сақтайды бәрін. Керемет жіп деп айтсам болады. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып, және жазылып қойып көруді ұсынамын. Жазылу, подписаться деген қасында, или вы подписаны деген жанындағы қоңырауға басып, жаңа видеоларымды күтіп, жаңа видео туралы хабарламаларымды күтіңіздер. Сау болыңыздар.